Жүрек туралы қызықты фактілер. Жүректің жалпы салмағы 250-300 грамм болып табылады. Жүрек 1 минутта 60-80 рет соғады. Әйелдерде 78 рет, ер адамда 70 рет. Сонымен қатар жүрек 4 камералы болып келеді. Жүрек 1 тәулікте 100 мың рет соғады. 1 жылда 35 миллион рет. Адам баласы ана құрсағында 21-ші күн жүрек соғып жұмыс істей бастайды. 26-ші күн жалпы қан айналым жүйесі толықтай жұмыс жасай бастайды. Жүрек деген өте ғажап орган. Ол бүкіл біздің ағзамыздағы бүкіл ағзаларға қанмен қамтамасыз етіп көмектеседі. Тек қана көздің қарашығына көмектеспейді. Сонымен қатар жүрек өте мықты, төзімді ағза болып келеді. Әрине, мидан кейін. Мына суретті қарасаңыздар, жүректің анатомиясын көруге болады. Беткейінде коронарлы артериялар бар. Сонымен қатар жоғарғы қуыс венаны көріп тұрмыз, аортаны көріп тұрмыз және өкпе сабауын көріп тұрмыз.